Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін эфирге осындай керемет сыйлық келді. Міне негізі ашып көрсетпесем болмайды бұны. Apple Watch осындай сыйлық келді. Күшті. Алғысым шексіз сіздерге. Қалай рахмет айтсам болады сіздерге. Міне мына кісілер. Және де халық ханзадасы деп осындай төсіп берген жіберді. Енді ханзада болмасақ та осындай халықтың ханзадасы болып. Бөлексің. Өйстіп тақып қойып жүрейінші. Деп қойшы. Қалай әдем ма? Күшті сияқты. Одан да басқа мына жерде киімдер кепті. Сіздерге үлкен спортивка бар екен. Басқандай киімдер бар екен. Сіздерге мың алғыс. Басын дейіп рахмет етемін сіздерге. Болып жиналып баняға келді. Бүкіл ағайындар бар. Нұржан, Дима, Ернар, екі ханзада бұрышта өздерін. Солай репертуаре ғой. Нама дейді? Бека барым. О, Айш, родной. Как ты, брат? Нормально все? Никто не давит, никто не жмет, ты посмотришь. Арон, вот там уже. Міне. Айыз бөлексің. Міне братан келді. Тамақтар бөлек болып тұр. Абзал, братан, от души. Абеке, айыз брат. Ағам, рахмет. Абзал ағам мақтайды мені. Жеге, отынға жалай. Кімге жетпе? Бәріне жетті. Жоқ, жетпей қапты. Біреу тұр ғой. Образдарымыз деп шықсам. Тойға шығатынан трейлер ұқсап тұрып па? Деп қат, фокусниктер ұқсап ше. Негізі сіздер көрген шығарсыздар, Нұржан өнер көрсетіп жатқан кезде біз осындай костюмдарда болдық. Бұл костюмдар Томирис прокат дүкенінен. Міне осындай шляпасы бар, осындай деп костюмы бар деген сияқты. Қазір астына аккаунт тастап кетеміз. Өтіп түрлі образдарды тапсаңыздар болады. Алматы қаласынан биге, көрініске образдар керек болатын болса, мына аккаунтқа өтсеңіздер болады. Негізі Томирис дүкені ол 2008 жылдан бері уже жұмыс істеп жатыр. И осы жылдардың ішінде әртүрлі шынымен де вообще костюмдар бар. Әртүрлі билерге, қазақша болсын, өзбекше болсын, даже осындай мысалға и качествосы өте жақсы болып тұр. Сол. Осылай береді ғой осы адам. Әдем екен мына. Билей алмасаң, мына киім сені билетіп жібереді екен кәдімгі. Негізі бүгінгі образымыз осындай. Сәл артыш ханзада. Үшінші орын. Нормально ма? Үшінші орынға нормально киініп бағым ба? Әдемі болып тұрсың. Мен бүгіннен бастап реттеліп ханзада ұқсап жүретін болдым ше. Сағатың қайда? Сағат ұнатпаймын мен сағат таққанды. Ұмыт кеттім. Сағатын ұмыт кеттім. Ең бастысы мынаны ұмытқан жоқ. Самое главное біздің мына бар екен. Жүрек болып жабысты. Сол, бүгін эфирге дайынбыз негізі. Бүгін 14:30-да Евровидениyaсын қосыңыздар. Халықтың ең көп балын кім алғанын бүгін біле аласыздар. Слай ханзадасымен бір сторис түсірейін. Кеше бәрі фотоға түсіп жатқан кезде мен негізі Нұрсұлтанмен фотоға түспептім, бірақ негізі өзім қатты жақсы көремін. Інім сияқты, жаны лайықты деп ойлаймын. Негізі күшті әдемі жарасып тұр өзіне, иә? Жарасады ғой. Сол. Қыздар әдеттегідей менің образым вышел дүкенінен. Пшендей. Қатты дұрыс отыра алмадым, себебі мына жақ миым шығып кететіндей жаман ауырды. Әлі де ауырып тұр. Мен ойымша, наверное, осы күндері сәландай витаминдерімді дұрыс ішпедім, мүмкін гемоглобиным түсіп кеткен шығар деп ұйқым да бұзылып кеткені бар. Негізі осы апта енді толқуларға толы болды ғой, переживание деген сияқты.
үйдегі мәселелерім бар деген сияқты көп ойлап, сәл осындай состояние болып тұр. Сосын эфирді көргендеріңіздей сондай әңгімелер шығып жатыр, енді ақшамды ұрлады дейді. Білмейміз ғой, енді кім болса да ақшасы ұрланғаннан кейін міндетті түрде жанындағы адамдардан көреді, оған да ештеңе айта алмаймыз. Ең бастысы мен тазамын, Құдайдың алдында ақпын, өзім білем, өзім алмағанымды. Просто дәлелсіз, дәйексіз жала жабылғаннан кейін мен сол үшін шырпыр болдым. Комментарияда бәрі жазып жатыр екен, сен ғой шырпыр болып жатқан, значит сен алдың ол ақшаны деп ше. Аққа Құдай жақ деген әңгіме бар, бұл мәселені бұлай қалдырмау керек, соңына дейін көру керек, кім кінәлі, соны анықтау керек. Ең бастысы мен алған жоқпын, мәселенің мән-жайына бармай жатып, сен алған деп айту ол қате деп ойлаймын. Алейкум жандарым, алтындарым, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, береке тіледім. Ал енді біз Нони екеуміз Ассалаумағалейкум. ханзадалықты бітіріп, ары қарай жар іздеу миссиясын жалғастырамыз. Осындамыз, короче. Құтты болсын тағы да. Рахмет. Маған да құтты болсын. В общем, достар, эфирда көрдіңіздер қолдаушылардың жіберген сыйлықтарын, жандарым, енді ішін қарасаңыз да сен. Осындай кішігірім парфюмерлесі, барсеткасы. И Лакоста дейсің ғой. Мына екеуін, и осындай керемет сағатын да салып жіберіпті. Астында осындай жейдесі де бар. В общем, керемет. Ризамын. Қолдаушылардың жақсы көремін. Ал қайырлы кеш болсын, достар. Эфирдан шыққаннан кейін міндетті түрде қарын ашып шығады, энергия таусылып ше. Дәл солайынан бүгін кереметтей Сафа деген ресторанға келіп қалдық. Ол қандай десеңіздер, кухнясы. Міне, қараңыздар, не деген. Бүгін енді бір ет жеп, энергия алайықты деген шашлык жеуге келдік өшін. Енді бұл жақтың атмосферасы да бөлек. Әдем болып тұрсыз. Перзат, сізде енді кеше бір қуаныш болды ғой. Тіпті біз кеше Нұрсұлтан жалғыз өзін түсіруді ұмытып кеттік. Өте көп Перзат екеуміз суреті, бірақ жалғыз өзі түспеген. Я ол маған да айтты, жалғыз өзім түспедім деп. Енді кеше бізде қатшылар тойлатты, кәдімгідей. Я караокеге бардым. Бүгін бәрі кешігіп, әрең дегенде келді. Сол. Негізі сайыс әділ өтпеді дегендерге не айта аласыз? Я 100% могу сказать, что сайыс әділ өтті, потому что барлық заданияға именно Нұрсұлтан с ответственностью относился. И столько вложений он сделал. Ал енді біздің күтпеген қонағымыз сол осы біздің Ринат мырза және келіншегі Анар ханым. Қалайсыздар? Жалпы сізді жоғалтып алған едік, бір дұрыс емес кеткен едік, бірақ осылай келіп өзіңіздікін айтам деп, кешірім сұрайым деп келгеніңіздің өзі негізі ерлік, құрметтейміз және күткен едік сіздерді. Енді өзіңіздің бір саламатсыздар баршаларыңа, барша қазағыға ассалаумағалейкум. Осылай жауапсыз кетіп қалғаныма ренжімеңіздер, бірақ жауапсыз кетсем де, бірақ результаттан келіп тұрмын. Осы қыздың себебіне кеттім. Соны барша елдің халқының алдында көрсетуге бәтелгенім бар. Бір ай жадына шаққан деп. осы Ринат мырзаның бір сүйген адам қандай болады деп елестеткен кезде дәл осындай әдемі кісі екен. Анар ханым, осы біздің енді Қосайық студиясы, енді сіз де біздің бір бөлшегіміз деп санаймыз. Өйткені Ринат мырза да бізге бөтен адам емес. Әрқашан сіздерді қонақта күтетін боламыз. Болды бүйтіп болды. Бұл жақта ондай система жоқ сатылады деген сияқты. Бұл жақта барлығы әділ өтті деп ойлаймын. Себебі басынан бастап очконы есептесек те, енді мен мақтанғаным емес, шынымен де расымен де сәл 2-3 ұпай болсын, мен осып кетіп тұрмын. Шерхан өзі айтады деп ойлаймын. Сатып алады бұлар, тақтан тегі қазір. Әзілмен қалай сатып алады деп барлығы тікелей эфирда өтіп жатыр. Барлығынан жоғары балалығы көзімізбен көрдік. Мені просто біреу шалып кетті деген. Қаяқ қояйын кім екенін. Бір бастапқыда деп қойсаңыз. Бірінші күні құлапты. Жоқ, бұл бұйырғаны енді, иә? Бұйырған басымызға жазылған осы, мен бастан бастап айттым ғой. Егер басымызға Ханзада болу жазылса, значит боламыз деген. Болмаймыз ба, болмаймыз. Ал кеше бір Саддәулет сияқты ақ костюм кигеніңізді қалай түсіндіресіз? Жоқ, мен енді келе жатқан